Баршаңызға сәлем. Бүгін тауық етін көкөністермен қазанда бұқтырып аламыз. Ол үшін бізге тауықтың еті, бір ас қасық тұз, бір ас қасық паприка саламыз. 2 штук сарымсағымызды саламыз. 2 қасық қаймағымызды салып араластырып аламыз. Мендегі қаймақтың пайызы 20%. Барлығын араластырып, бетін жауып, маринадтауға жарты сағатқа алып қоямыз. Оған дейін барлық құралдарымызды, көкөністерімізді ашып турап аламыз. Қызып тұрған пешке қазанымызға осы сұйық майымызды құйып, етімізді салып, 2 бетін қызарғанша қуырып аламыз. Жуамызды осының үстіне саламыз. Қызыл болгар бұрышын саламыз турап. Сәбізімізді саламыз. Барлығын араластырып отырамыз. Және де картобымызды саламыз. Қызанағымызды саламыз. Қызанақты мен томаттың орнына қосамын. Барлығын араластырып, сәл суымызды құя бастаймыз. Суымыз мөлшері көкөністер мен тауық етіміз сәл батып тұруы тиіс. Тұзын саламыз. Дәмін көреміз. Барлығын араластырып, оттың астын күшейтіп қоямыз. Қайнаған соң астын баяулатып, бетін жауып, тағы да бір 10-15 минутқа бұқтырып пісіріп аламыз. Ал тамағымыз дайын. Қасына осылай күрішті пісіріп алсаңыздар, тамақтарыңыз өте тойымды болады. Ал баршаңызға ас болсын. Каналыма подписка жасауға ұмытып кетпеңіздер. Менімен бірге тамақ пісіріп, жақындарыңызды қуантыңыздар. Барлығыңызға сау болыңыздар.